Баяғыда бір шағын ғана ауылда Нұрәлі деген бала өмір сүріпті. Ол 13 жасында үлкен адамдарша ойланып, арманның артынан ергенді жақсы көретін. Бірақ оның жүрегінде бір үлкен сұрақ өмір сүретін. Адам не үшін өмір сүреді? Әлем шексіз бе? Әлде шегі бар ма? Бір күні Нұрәлі ауыл маңындағы көне үңгірдің ішінде ойнап жүріп, шаң басқан алтын жиекті айна тауып алады. Айнаға қараса, тек өзін емес, мүлде басқа бір әлемді көреді. Ол жерде аспан жасыл түсті, адамдар ауада ұшады, ал су қызғылт түсті. Сол сәтте айнаның ішінен қарт дауыс естіледі. Бұл бірінші айнам. Алда тағы 6 айна бар. Әр айна сені басқа әлемге апарады. Бірақ әр әлем өз сынағын береді. Барлық 7 айнаны тапсаң, өмірдің шынайы сырын білесің. Бірақ жолың жеңіл болмайды. Нұрәлі еш ойланбастан келіседі. Бірінші айна армандар әлемі. Нұрәлі армандаған дүниенің бәрін көрді. Алтын үй, патшалық, аты аңызға айналған батыр. Бірақ бұл әлемде барлық адамдар бақытсыз еді. Өйткені бәрі тек өз армандарымен өмір сүреді. Ешкім бір-біріне көмектеспейді. Сынақ. Нұрәлі өз арманы мен басқаның қайғысы арасында таңдау жасайды. Ол бір қыздың көз жасын көріп, өзінің алтын үйін қиып, қызға баспана салып береді. Сол кезде айна жарқ етіп, келесі айнаға жол ашады. Екінші айна уақыт әлемі. Бұл әлемде уақыт тоқтамайды. Адамдар үнемі асығып жүреді. Балалар кішкентай кезінде-ақ жұмыс істейді, ешкім бір-бірін тыңдамайды, барлығы тезірек деп айғайлап жүреді. Сынақ. Нұрәлі бір қарияны көреді. Қария тек уақытты сезе білген адам ғана шын өмірді түсінеді дейді. Нұрәлі қариямен бірге отырғызып ертегі тыңдайды. Уақыт баяулап, адамдар тоқтай бастайды. Екінші айна ашылады. Үшінші айна қорқыныш әлемі. Онда бәрі тұман ішінде. Адамдардың көздері көрмейді, құлақтары естімейді. Себебі олар қорқынышпен өмір сүреді. Бір-біріне сенбейді. Сынақ. Нұрәлі тұман ішінде адасқан баланы тауып, оны қолынан ұстайды. Баланың қолы отқа оранғандай ыстық болады. Бірақ ол баланы тастамайды. Сөйтіп тұман тарқап, үшінші айна ашылады. Төртінші айна естеліктер әлемі. Бұл әлемде әрбір адам өз өткен шағын қайталап өмір сүріп жүреді. Біреулер өкініп жылайды, біреулер сол бір тәтті сәтте қалып қойған. Бірақ бәрі қазіргі өмірін ұмытып кеткен. Сынақ. Нұрәліге де өзінің бала күнгі бақытты сәтін көрсетеді. Ол анасының құшағында, әпкесінің ертегі айтып жатқан сәтінде. Бірақ Нұрәлі көзін жұмып, өткен емес, мен болашақты қалаймын дейді. Сол кезде өткен елесі жоғалып, 4-ші айна жарқырап ашылады. 5-ші айна жұлдыз әлемі. Адамдар аспанда өмір сүреді. Бірақ бұл әлемде жер жоқ, ешкім тоқтамайды, бәрі ұша береді. Бірақ жүректе тыныштық жоқ. Сынақ. Нұрәлі бір жұлдызға отырып жерді сағынады. Мен тұрақ, тамыр, топырақ іздеймін деп айтады. Жерге деген сағыныш 5-ші айнаны ашады. 6-шы айна табиғат әлемі. Бұл әлемде адамдар орманмен сөйлеседі, желмен сырласады. Бірақ кенеттен адамдар табиғатпен байланысын үзіп алған. Ағаштар сөйлемейді, өзендер кебіп қалған. Сынақ. Нұрәлі бір ағаштың діңіне құлақ қойып үнсіз дұға етеді. Ол, сен тірі болсаң, мен де тірімін дейді. Сол кезде жапырақ сыбдырлайды. Ағаш қайта тіріліп, 6-шы айна ашылады. 7-ші айна шындық әлемі. Соңғы айнада Нұрәлі өзінің жүрегіне енеді. Онда ол бүкіл 6 әлемді көреді. Сындар, сезімдер, таңдаулар. Шындық жүректе екенін түсінеді. Сол кезде айнаның ішінен сол баяғы дауыс шығады. Сен іздеген ақиқат сенің өзіңде. Шын бақыт жүрек тазалығы мен өзгені түсіне білуде. Айнаның жарығы жарқырап, Нұрәлі ауылына оралады. Бірақ ол енді бұрынғы бала емес еді. Ол даналықпен, мейіріммен, жүрегімен өмір сүретін Нұрәлі еді. Ауылдағылар оны 7 айна иесі деп атайтын болды. Ертеңгі балаларына арналған хабарлама.
әр таңдау бір айна, әр сынақ өзіңді тану. Ең үлкен шындық мейірімді жүректе.